Баршаға сәлем, менің арнама қош келіпсіздер, достар. Осы лайфхакты жасап жатқанда сіздерден қолдау күтемін. Лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ендігіде біздің керекті заттарымыз жаңа пышақ, тақтай, қойдың құйрығы, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Ол жаңағыдай бір сарымсақ и атча гарымдары. Бұршақ, тәтті бұршақ дейді бір жерлерде, енді әркім әртүрлі қалай айтады. Осылай айтады. Әрине осындай неге тәрелкеге не жауатын клеенка қажет болады. Мен тақтайымды осылай орап алдым, өйткені жаңағыдай майды, чеснокты бәрін турағанға осындай қойған қажет, ыңғайлы деп санаймын. Енді біз барлығын жуып, тазалап, аршып аламыз. Неге бәрін дайындап жуып теріп алдық. Ендігі кезекте құйрықты қалауларыңызға қарай жаңағыдай не аласыздар, кесесіздер. Әркім өзінің қалауына қарай кеседі. Мінекей біз барлығын турап болдық. Енді бұны газға қойып, ерітіп алатын боламыз құйрығымызды. Мінекей газге жаңағыда құйрығымызды қойып қойдық. Енді құйрығымызды тұшырып алам дегенше біз чеснокпен жаңағы қызыл бұрышымызды, гарымдарымызды майдалап турап алатын боламыз. Енді чесногымызды турап болдық. Енді бізге осындай печетка керек болады. Өйткені гарымдардың турау үшін. Әйтпесе қолымыз ашып кетеді. Сіздерге айта кетемін, егер үйлеріңізде жаңағыдай чеснок майдалайды не мясорубка болатын болса, солардан өткізіп алсаңыздар да болады. Турайтын боламыз. Бұны да майдалап тураймыз. Мінекей достар, гарымдарды чеснокты турап болдық. Осы гарымдардың свежий болғаны дұрыс, қурап кеткен гарымдары жарамайды. Жаңа кеуіп қалған гарымдары. Енді біз күтеміз, құйрықтың ерген күтеміз. Құйрықтың ерген күткеннен кейін ары қарай көресіздер. Майды до конца өйстіп ерітіп аламыз. Арасында қозғап тұрыңыздар. Өйткені әлі де майлары бар. До конца май күйу керек. Содан кейін барып мына бетіндегілерін алып тастаймыз. Бізге әрине осындай банкілер құю үшін осындай банкілер қажет болады. Өзімізге керекті мөлшерде майды алып қаламыз. Сөйтіп оның ішіне жаңа чеснокпен енді саламыз. Қалған кезде осындай болады. Артынан
береміз. Қазір енді екеуін салып өстіп бір 2 минут 3 минутта өстіп салып қоямыз, қайнатып қоямыз. Мінекей достар, мен банкаға құйып дайындап қойдым. Менде осындай үшеу шықты. Бұл екеуі мен балдарыма ішкіземін таңға ас қарынға. Бұл құйрық майды. Ал мынаны есе мен аяқ қақсағанға жағамын достар. Мен сіздерге басында осындай көрсеттім ғой, мысалы осыны. Наны жағып болғаннан кейін мынамен орап тастаймыз. Аяқ буын, қол буын болсын, қол арқа бел ауру болсын, солған жағып наны ораймыз, мынамен жауып қоямыз. Егер менің лайфхатым ұнаған болса достар, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де тіркеліп кетіңіздер.